Қымбат. Рахмет, әріптестер. Қайырлы таң, қымбатты көрермендер. Біз дәл қазір Алматыдағы мемлекеттік қуыршақ театрының ғимаратындамыз. Биыл театр 86-шы маусымын бастайды. Бүгінгі күні нақты премьералар басталады. Өздеріңіз байқасаңыздар, қызу дайындық болып жатыр. Мына жақтағы қуыршақтардың дайындалу процесін сіздерге көрсетсек болады. Сәлеметсіз бе, қайырлы таң, қалыңыз қалай аға? Жақсы, рахмет, сәлеметсіздер. Жалпы сіздер қуыршақтарды қалай дайындап жатсыз? Мынау қандай қуыршақ біздің көрермендерімізге көрсетсек дегенбіз? Әлі бітпеген ғой, Айтып жіберем, қалай жасайтын қуыршақты да. Біріншіден енді қуыршақ жасау процесі оңай процесс емес. Мысалы, мынандай қуыршақ жасау үшін ол деген бірінші процесстен өтеді. Оны мен қазір түсіндіріп айтып берем, қалай жасауына. Алдымен сызып аласыздар, е? Оны біріншіден жай қағазға мынандай сызбасын жасап аламыз. Оның өлшемін, жаңа пропорциясын бәрін жасап алғаннан кейін мынандай қуыршаққа кірісеміз. Енді оны біріншіден басын жасау үшін мынандай пластилиннен лепкасын осындай пластилиннен басын жаңа лепкасын жасап аламыз. Міне көрсетсеңіз болады, жалпы міне бет бейнесін осылай жасап аласыздар алдын ала, е? Мынау құбыжықтың бейнесі бізде. Одан кейін оны гипске құямыз. Гипске құйғанда екі бөлшекке бөлінеді. Міне мынадай гипске құйып, е? Гипске құйғаннан кейін мынаның ішіне дымқыл қағазбен жабыстырып шығамыз. Жабыстырып шыққаннан кейін ол кепкеннен кейін оны шығарамыз. Мынадай дайын бейнелерді аламыз, бір-біріне жабыстырамыз ғой. Иә, одан кейін бір-біріне жабыстырғаннан кейін мынандай бас болып шығады, объемный. Аға, мына жақтармен байқап тұрмын, сіздер ағаштан да жасайсыздар, е? Сосын киім кигізесіздер ғой? Қуыршақтар негізі тек қана ағаштан жасалмайды, негізі ол поролоннан да жасалынады, одан кейін жаңа пластиктан да жасалынады, пенопласттан да жасалынады. Енді мынау енді марионетка деген қуыршақ, бұл енді ағаштан жасалыну керек. Себебі бұның бәрі қимылдары мынандай нелерден жасалынады, шарнирден да. Ыңғайлы болу керек, е? Иә, әр шарнирлер бұлай қимылдап, движениелерді көрсетіп отырады. Одан кейін өте керемет. Объемның шығарып, кеудесін шығарғаннан кейін бұны тігін цехына береміз. Тігін цехы ары қарай өзі киімдерін тігіп дайындайды, е? Өте керемет, аға. Міне өздеріңіз байқасаңыздар, процесс шынымен қызып жүріп жатыр. Сәттілік, күндеріңіз сәтті өтсін. Біз әрі қарай сіздерге енді жалпы премьераға дайындық қалай болып жатыр, сол жөнінде айтып бергіміз келеді. 1 жастан бастап 70-ге дейін, 80-ге дейін көрермендер келе береді. Бұл театрдың бір ерекшелігі. Өздеріңіз байқасаңыздар, мына жақта жақында ғана онлайн премьерасы болған Абайдың қойылымындағы көріністер, Пушкин, Абайдың көрінісі. Одан бөлек мынадай ерекше бір қуыршақтың түрлері де бар. Олардың бұл жерде тұрғанына 50 жылдан асқан, 60 жылдан асқан қуыршақтар, ардагер қуыршақтар да бар екен. Әуенді естідіңіздер ме, мына жақта Шәмші Қалдаяқовтың 90 жылдығына арналған арнайы премьераның дайындығы. Керемет көрінісі, шынымен. Мына жақта біздің режиссер Еркебұлан мырза. Қайырлы таң. Дайындықтарыңыз қалай жүріп жатыр? Жақсы, шүкір. Дайындалып жатырмыз бүгін кешкіге. Жалпы енді сіздер карантин кезінде онлайн жұмыс істедіңіздер, онлайн премьералар өткіздіңіздер. Жалпы енді сахнаны жақсы көретін, көрермендерді жақсы көретін жалпы әртістерге бұл қиынға соғып жатқан жоқ па? Әрине, енді әртістерге кішкене қиындау болды, үйде отырып, жәнегідей ондайға үйренбегенбіз, біздер де режиссерлар да үйренбегенбіз, сахнада жұмыс жасап, көрерменге үшін жәнегі жұмыс жасайтынбыз. Енді бірақ амал жоқ, денсаулық үшін үйде отырдық, бірақ үйде бос отырған жоқпыз, онлайн жұмыс жасадық, өзіміздің жәнегі білімімізді тереңдеттік, кітаптар оқыдық, пьесалар оқыдық, вокал, әніміз, хорымыз, және де жаттығулар жасай бердік.
Жалпы бүгінгі таңда театрдың репертуарында қанша қойылым бар? Биыл жаңа қанша қойылым қосылды? Негізі театрда қойылым 30-дан асады біздің және репертуарымызда. Ал биылғы және 85-ші жылы бізде мен бір жұмбақ адаммын, қарақшы мен айстенок и пугало дейді, көк құта мен қарақшы, және де сонымен міне бүгін өмір өзен және теремок дейтін қойылымдар осы репертуарымызда биыл премьералар болып жатыр. Жақсы аға, онда сәттілік жұмыстарыңызға, бүгінгі премьераға сәттілік. Бүгін жалпы сағат 12-де үйшік деп аталатын ертегісінің орыс тіліндегі қойылымы болады премьерасы, ал кешкі сағат 5-те Шәмші Қалдаяқовтың 90 жылдығына арналған арнайы музыкалық қойылымның тұсауы кесіледі. Сәттілік, ары қарай енді сіздерге бүгінгі жалпы жаңа маусым сәтті болсын, сәтті өтсін. Жалпы көрермендер де театрды сағынған болу керек. Келіп көрсеңіздер болады. Дәл қазір мына жақта Шәмші Қалдаяқовтың қойылымынан тағы да бір үзілім көрсетсек.